Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен кеспе лапшаның рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Кеспе лапша кешкі тағамға өте оңай және жеңіл асыстың тағамдардың бірі. Алдымен ұнымызды аламыз, яғни мен ұнды електен өткізіп алдым. Азғантай ұн алдым, тек қана бір шымшым тұз салдым. Одан кейін 2 жұмыртқаны алып, 2 жұмыртқаны осы қамырымызға салдым, яғни барлығын жарамызды салып жібере бересіздер. 2 жұмыртқаны осылай 2 жұмыртқа шымшым тұз салып қамыр бастыра бастаймыз. Яғни кәдімгі лапшаның қамыры сияқты қылып қамыр бастырасыздар. Егер сіздер жаңадай не созу білмесеңіз, лағман созу білмесеңіз, бұл да лағман сияқты өте жеңіл тағам, яғни лағман сияқты қылып жасауға болатын тағам. Жұмыртқаға илегеніңіз қамырыңыз күшті сап-сары болып шығады. Міне осындай болып шықты қамырымыз. Бұны енді мен бір қайтарып илеп аламын да, содан кейін пакетке, салфанға салып, аз уақытқа тындырып қоямын. Яғни холодильникке салмаймын, тек қана тындырып қойып қоямын. Одан кейін етімізді шағын-шағын қылып, кішілеу қылып турап алдым. Яғни майын араластырған майлы еттен турап алдым да, сәбізді алдым. Бір сәбізді алып, оны алдымен ұзын-ұзын қылып турап алдым да, содан кейін барлығын турап болғаннан кейін оларды кішкене-кішкене 4 бұрышты бөліктерге бөліп тағы да тураймыз. Яғни біздің тамағымыздың, лағманымыздың бетіне салынатындай қылып, бұнда кішкене 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Мінекей осылай видеодан көріп тұрғандарыңыздай шағын-шағын болып шыққан дұрыс. Өйткені сәбіз сәл кештеу пісетіндіктен тез пісу үшін шағын-шағын бөліктерге бөлген дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін мен перец салдым, яғни бұрыш, тәтті бұрыш. Бұл менде морозильникте сақтап қойғанмын. Морозильникке қыстың күндері тамаққа, осындай лағманға, болмаса голубцы пісіруге, қыста жаздың күні, күзде күні қатырып тастағанмын. Соны алып, бұны да біздің неміз сияқтығы, сәбізіміз сияқты қылып турай бастаймыз. Бұны ұзын қылып тураймын мен, майдаламаймын. Неке бір перецті ғана алдым тек, одан кейін тағы да кішкене перецті қосып жібердім. Перецті де осылай ұзын-ұзын қылып турап аламыз. Одан кейін сәбізіміз бар еді, кішкене сәбіздімді де оны да қалдырмайын дедім. Яғни сәбізім аз болып қалған сияқты болды, сосын тағы да қалған сәбіз бар еді, соны да қосып жіберейін дедім. Мінекей бұны да жаңағы сәбіз құсатып, ұзын-ұзын қылып турап, одан кейін 4 бұрыштылап турай бастайсыздар. Яғни мінекей осындай 4 бұрышты қылып, барлығын 4 бұрыштылап сәбізімізді турап аламыз. Пісуге өте жылдам пісуге жақсыды, кішілеу қылып піскені. Өйткені сәбізіміз картоп сияқты емес, бірден жылдам піспейді. Сол үшін бұларды шағын-шағын бөлікке бөліп аламын. Енді бұл картопты да ұзын-ұзын қылып тураймын. Өте қатты майдаламаймын, бұны сәбіз сияқты. Өйткені білесіздер, картоп жылдам піседі, езіліп кетуі мүмкін қайнатқан кезде. Сол үшін қатты сәбіз сияқты қылып майдалаған жоқпын. Ортасынан бір кесіп, содан кейін тағы да үрлеу бөліктерге, яғни 4 бұрышты қылып бөлдім бұны. Өте майдаламаңыздар, майдаласаңыз картоп қайнаған кезде езіліп кетуі мүмкін. Сол үшін азғантай қылып, жаңағыдай сәл ірілеу қылып турау керек деп ойлаймын. Неке мен видеодағыдай осындай қылып турап алсаңыздар да болады. Арасында кішкене майда бөліктері кетіп қалды, ол ештеңе қылмайды деп ойлаймын. Осылай мен де картоптарымды бәрін турап алдым, сәбіз сияқты қылып. Енді қазаныма сұйық май құйдым аздаған, оның бетіне жуа салдым. Сұйық майымыздың бетіне жуамызды азғантай қуыра бастадық. Кішкене майды қызғаннан кейін осы бір бас жуаны болмаса жарты жуада жарайды. Одан кейін жаңа турап алған етімді салып қуыры бастадым. Яғни етімді жуаның бетіне салдым. Осыны салып болып барлығын қуырамыз етімізді. Етімізді қуырып аламыз.
Одан кейін сәбізімізді саламыз, жаңа тураған сәбізімізді салып жібереміз. Азғантай томат қоссаңыздар да болады. Мен томат қоспадым, кішкене помидорды турап жібердім. Одан кейін жаңағы туралған перецімізді салып, яғни бұрышымызды салып, бұны да қуыра бастаймыз. Яғни сәбіздің етпен қосып, бұны да қуыра бастаймыз. Алдымен етті қуырып алдым мен, содан кейін сәбізді салдым. Сосын барып, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай бұрышымызды, яғни тәтті бұрышты салып қуыра бастадым. Азғантай қуырылғаннан кейін үстіне қайнаған суды құйдым, яғни суды құйып, бұны аз уақытқа қайнатып қоямыз. Енді біздің қамырымыз, мінекей көріп тұрсыздар, қамырымыз тынып тұрды. Бір қайтарып илеп алдым, содан кейін ыса бастаймыз. Осындай қылып ысып аласыздар, яғни жіңішке қылып барлығын ысып алдым. Одан кейін мен бұны енді жіңішкелеп тураймын. Ол үшін мен не алған жоқпын, оқтаудың көмегін пайдаланған жоқпын. Жай ғана қамырдың өзін бүктедім барлығын. Шетінен бастап қамырымды бүктеп шықтым да, осылай ұзын-ұзын қылып кесе бастадым, яғни арасын бөлген жоқпын. Ұзын-ұзын қылып кестім, мінекей. Ұзын-ұзын болып шыққаны дұрыс. Яғни бұл кесіп ненің лагманның қамыры сияқты болып шығады, ұзын. Бізде бұл жұмыртқаға иленгендіктен бұлар езілмейді, күшті қатты болып тұрады. Тек қана таза жұмыртқаның өзіне илейсіздер. Жаңағыдай үйдің жұмыртқасы болса тіптен күшті, онда ол қамырыңыз прям сап-сары күшті болып шығады. Қамыр деген үй жұмыртқасы илгенде күшті болады. Мінекей осындай қылып ұзын-ұзын қылып турап алдым. Қатты жаңағыдай жіңішке қылмауға да болады. Енді өте жіңішке қылам десеңіздер де өздеріңіз қарайсыздар. Мен енді қатты жіңішке қылған жоқпын, орташа қылдым. Мінекей осындай қылып турап алдым қамырымызды барлығын. Одан кейін бұл қамырымызды қайнаған суға салып, еттен бөлек қайнатып аламыз, яғни қамырымызды бөлек қайнатамыз. Бәрін арасын ашып қойдым, мінекей. Қамырымызды қайнатып алып, барлығын бөлек-бөлек бірінші қамырымызды салып, содан кейін пісіп тұрған етімізді салдым бетіне. Бетін көк шөппен әрледім. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк, комментарий басып